Сәлем озат оқушы. Бүгін 50-ші сабақ сөйлемдегі сөздердің байланысы. Бірінші жаттығу. Наурыз деген өлеңді оқып көрейік, иә? Наурыз басы ырыстың, ұлы күні ұлыстың, жер бусанып тоң жібіп, ашылады тынысың. Мейіріммен астасқан, ізгілікпен достасқан, ән шалқытып, күй тартып, наурызда ел бас қосқан. Біздің ұлы мерекеміз, қазақи ұлттық мерекеміз наурыз жайлы жақсы керемет өлең, Енді осы өлеңдегі тоң деген сөз ол суықтан қатып қалған жер қабаты екен. Ал ізгілік деген қайырымдылық, жақсылықты білдіреді, балақай. Енді наурыз мейрамы туралы не білеміз? Соны айтып көрейік қанекей. Наурыз ол біздің ұлттық қазақи мейрам, Ол көктемде болады, Қазір бізге мысалға наурыз мерекесі жақындап қалды. Ол кезде ұлттық киімдерді киіп, наурыз көже дайындалады, Көптеген адамдар жиналып наурыз мерекесін тойлаймыз. Табиғатта ол кезде қандай өзгерістер болады екен? Ол кезде табиғатта күн мен түн теңеседі, Яғни, күндіз және түн уақыты екеуі теңдеседі екен, балақай. Екінші жаттығу. Мәтінді көшіріп жаз дейді. Наурызек көктем құсы. Бұл құсты ел күтіп жүреді. Оған жем шашады. Наурызекті ешкім үркітпейді. Соңғы сөйлемдегі сөздердің байланысын сызбамен көрсет. Наурызек туралы дерек сөздерден біліп ал. Яғни наурызек деген көктем құсы жайлы интернет ақпараттарынан, кітаптардан, тағыда қосымша толығырақ оқып білсең болады, Мына жерде енді мына сөйлемдегі сөздердің байланысын қарайық. Оны сызбамен көрсетеміз, Мінекей сұрақ қою арқылы. Наурызекті үркітпейді. Нені үркітпейді? Наурызекті. Наурызекті не істемейді? Үркітпейді. Осылай сызбамен көрсетсек болады, сөйлемдегі сөздердің байланысын. Үшінші жаттығу. Суреттерді пайдаланып сөз жұмбақты шеш дейді. Яғни, мына суретте не көрсетілген? Соларға қарап, мына сөз жұмбақты шешеміз, Бірінші, нан көрсетілген, балақай. Келесіде айран дейді. Айранның суретін таптың ба? Үшіншісі, екінші соңғы әріпі у екен. Яғни, ол су болады, Одан кейін құрт. Сосын тары деген, кеседе тұр. Ең соңғысы қымыз екен. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды, озат оқушым. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпа. Сұрақтарың болса, видеоның астына жаза кет. Озат оқушы болу оңай. Көріскенше.